Бүгін Орталық балалар кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығында 30 кітап әдеби панорамасының 18-ші шығарылымын Мәди Айымбетовтың «Бар болғаны 14 жас» атты шығармасына арнайды. Сіздермен бірге бүгін болатын кітапханашы мен, Калиева Шолпан. Мәди Айымбетов Айтбенбетұлы 1946 жылы 14 қараша Қостанай облысы Амангелді ауданы Амангелді селосында туған. Жазушының шығармалары мен шығармашылық қызметі жөнінде әр жылдары Жұлдыз, Қазақ әдебиеті, Жас Алаш, Жалын, Егемен Қазақстан, Казахстанская правда, детская литература, Сарыарқа және де басқа да басылымдарда шығып, сарапталып, жиналып отырды. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар. Балалар әдебиетінің негізін суреттермен, шынайы түрде қаламгер өзінің шығармаларын жас балаларға арналған. Сонымен қатар 1980-85 жылдар аралығында Мәди Айымбетов «Бар болғаны 14 жас» атты хикаятын жазып шығарады. Шығармада 7-ші сынып оқушысы Әбіл Әдиловтың мектепте ашылған даңқ мүйісі қалай қатысуы, Тұрал Молдабаевты ұлы отан соғысында қатысқан Тұрал Молдабаевтың туралы ақпараттарды жинауы туралы, атасына деген сүйіспеншілігі, қарындасына деген қамқорлығы және өзінің кішкентай жүрегінде ашылған нәзік махаббат сезімі туралы әңгіме қозғалған. Осылайша Мәди Айымбетов қаламгер осы шығармада кейіпкерлердің барлығын аңғарымды, өміршең, тартымды етіп, әрбір бейнесін шеберлікпен көрсетуге тырысады. Сонымен қатар бұл шығарманың барлығы да жазушының қазақ балалар әдебиетінің бейнесін анықтауға қосылған айтарлықтай рухани зор үлесі бар шығарма деп білеміз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында 30 кітап акциясында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.